Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Біз қазір Бозарықтан түйіліп тұрмыз, Алтын Орда. Біздің клиникамыз Абдуалиев клиникасы. Бұл жерде ескі түркі халықтарының медицинасын қолданып, халыққа көмек көрсетіп жатырмыз. Бұл жерде біздің түркі халықтарымызда өте үлкен народный медицина болған. Бұның атасы Авиценна. Бұны 18 ғасырға шейін 5 Еуропа қолданып келген. Революциядан кейін бұны жауып тастаған. Енді қазір біз бұны ашып қайтадан істетіп жатырмыз. Официально біздің реестрге кірген бұл, біздің медицинаның реестріне. Бұл андай шарлатанский нәрсе емес. Так, официально это признанная медицина біздің елімізде. Бірақ бұны қазіргі специалистеріміз жақсылап, біліп, орынды қолдану керек медицинаны. Бұның 4 теориясы бар. Бірінші Аллаға сену, екінші мижаз теориясы, үшінші салауатты тұрмыс салты, төртінші духовное состояние. Так, енді мижаз туралы біз айтып өтеміз дедік. Әр передачамызда біз 2-3 шөп дәрі туралы айтып бара береміз. Тағамдар туралы айтып бара береміз. Бүгінгі біздің айтатынымыз салауатка деген шөп бар. Салауатканың сол медицинасында қалай қолданады. Салауатканың переводы оказывается мия. Мия шөптің аты оказывается. Почему мия? Так, это тоже интересно. Мұнда сөйлесіп көру керек. Екінші подорожник шөп дәрісі. Так, оның аты оказывается желкен қазақшасы, да? Подорожник дейміз ғой енді. Жол желкен. Жол желкен оказывается. Қазақша аты. Қазақшаны білуіміз керек. Орысшаға кетіп қалған көбіміздің тілімізде. Жол желкен подорожник. Екеуінің қазір ескі медицинада қалай қолданған, сол туралы біз әңгіме айтамыз. Енді мия салатқа шөбі өте күшті шөп бұл. Мижазы оның орта мижаз. Енді оның көп қолданылатын состояниясы адам иммунитетін қатты көтереді ол. Адамға күш береді ол, сондай шөпте ол. Даже оның составында стероидный гормондардың несі бар дейді. Оның ішу әдісі, оны қайнатасыз, ішесіз, күнде салып, күнде қайнатасыз, күнде шырын болып шыға береді. Мен даже энкалардың түзілгенін көргем соны ішкенде. Бір ай энкаманан 1-2 әйел ішкен. Күнде жаңалағын демдеп іше берген ғой. Энка дегені жүректің жетіспеушілігі да. Аяқ іседі, жүргенде ентігеді. Соны егер жарым литр суға демдеп ішетін болса, оны тамырын аласыз, 50 грамм. Жарым литрге қайнатасыз. Қайнағаннан кейін оның күнімен жарым литрді ішесіз, шай қылып, анау холодильникте тұра береді. Ертесін аласыз да, ертесінде және қайнатасыз, және іше бересіз. Бір ай іше бересіз ғой. Мен неше адамды көрдім, неше адамға беріп те көрдім оны. Действительно, энканың өте пайдасы күшті екен энкаға. Энка деген жүректің жетіспеушілігі. Енді оның және бір пайдасы өкпеге. Оның азы сироптары бар, оның аптекада өте көп дәрілері да. Өкпедегі жөтелге өте жұмсатады, өкпеге қуат береді. Потому что ода ыстықтық көп. Адамның қуатын көтереді, иммунитетін көтеретін дәрі. Сосын салатканы уақыт-уақытына ішіп тұру керек. Адамның иммунитетін көтеретін дәрі өте пайдасы көп. Так, енді екінші жаңа дәріміз подорожник. Подорожник бұл арықта судың жағасында өсетін шөп дәрі. Оның мижазы өте суық. Суық дегені енді қай жеріңіз күйіп қалса, бассаңыз сразу қалдырар екен. Қай жерде ісік болса, фурункулдар, карбункулдар, аяқтағы ісік воспалениялар болса, сол жерге байлап қойсаңыз кешқұрын азанда уже түзетіп қояр екен да. Енді кімнің қаны қою болса, ішсе болады. Бауырда жировой гепатоз, өкпедегі жаңадағы сары аурулар, барлығына подорожниктің өте пайдасы көп. Ашқазандағы гастрит, язва ауруларына подорожниктің өте пайдасы көп екен. Одан кейін подорожниктің ең пайдасы ол изжоганы жақсы басар екен. Кімде изжога болатын болса, подорожниктің жаңағы жапырағын алып, изжога болған кезде кәдімгідей судың жағасында өседі өзі. Жуып жесеңіз, моментально изжогаңызды қалдырар екен ол. Сондай дәрі ол шөп дәрі. Оның үшін подорожник суық дәрі, оның пайдасы өте көп. Қанды сұйылтырады, денедегі ыстық аурулардың бәрін құртады ол. Анау салаткамыз, ол наоборот. Кімде суық болса пайдасы көпті оның. Иммунитетті көтереді, өкпедегі аурудың бар суықтамалы ғой. Оның денедегі суықты кетіретін шөп дәрі екен. Ол екі шөп дәріні пайдаланыңыздар, пожалуйста, зияны жоқ. Ол бәр жерде өсіп жатыр, аптекада сатып жатыр. Бірақ біліп пайдалану керек. Жаңадағы қарындасқа ұқсап Ташкентке барып,
мен жаңағы алдыңғы передачада айттым, жаңағы өттегі тасымды түсіремін деп тасқа дәріні әкелген Ташкенттен барып сөйгенде реанимацияға түскен ғой, жаңағы шөп дәріні ішіп ана тәуіп вообще болмайтын дәріні сатып жүрген ана әйелге. Соның үшін әрбір ішіп алған шөп дәріңізді қарауыңыз керек. Мінекей өзіңіздің мижазыңызды білуіңіз керек. Біздің центрге келсеңіздер, біз мижаздарыңызды точно анықтап береміз. Тамырды ұстаймыз, көреміз, сізбен сөйлесеміз. Мижазыңызға қарап, қандай тамақ жеу керек, қандай тамақ жемеу керек, оның бәрін жазып, сызып береміз сізге. Личный менің приемыма келесеңіздер, тамыр ұстап, сол диагнозды қойып береміз. Адам егер мижазына қарап жүрсе, адам жақсы жүреді. Потому что бұл өмірдің мынау барлық нәрсе мижазға байланысты екен. Философия, біз қазір есімізден шығарып жібергенбіз бұны. Мижаз өте күшті философия. Бұны Янин теориясы деп атайды Қытайда. Янин мен істейді Қытайдың барлығы. Так? Бұл теория Индияда да бар, бар жерде бар. Бұл жаңа Фридрих Энгельстің диалектический материализм деген теориясымен екеуі бірдей. Бұл философия, бұл философия. Барлық нәрсе осыған основан. Өмірде, мысалы үшін жаңағыда семьядағы отношениялардың барлығы, сексуальный отношенияның барлығы, тамақ жеуіңіз, ауруыңыздың кеп шығуы, түзелуіңіз кілті осы мижазда. Соның үшін ескіде айтқан екен. Доктор есть доктор, если он изучает философию, он равняется Богом деп. Құдайдың құдіретіне жетіп қалар екен деген. Құдайға жетпейді ғой енді. Сол жақты күш пайда болар екен бұлар. Если доктор өзінің докторлығын оқып, әрі философияны үйренетін болса, ол несі емді күш өте көбейер екен. Енді біздің қазіргі современный медицинаны жамандамаймыз ғой. Современный медицина философиядан ұзақ. Мысалы ашқазанды емдейтін болсаңыз, ол жерде никакой философия нету. Стандарт деген нәрсе бар. Мынандай болса мынаны бересің, мынандай болса мынандай бересің, мынаны болса мынандай бересің. А бізде түркі халықтарының медицинасында әрбір адам индивидуальный. Бір ашқазанның өзін емдеу үшін полный организмді көрсету керек, оның полный мижазын көрсету керек. Сол мижазға қарап тұрып дәріні беру керек болады. Сонда оның эффекті пайда болады. Соның үшін екеуінің разницасы бар. Так, екеуінің бірін-біріне мешат қылмау керек қой. Потому что 1000 жылдан келіп жатқан біздің тарихымыз ғой, ата-бабамыздың бұл не бізге келген, берген өте ата-бабасы баласына нені береді ол? Баласына істейтін нәрсені береді ол. Просто біз бұны революциядан кейін ұмытып кеттік. Қазір бұның ешқандай халқымызға зияны жоқ. Бұның арзан. Так, екіншіден, одан кейін өте пайдасы көп. Так, енді халық химиядан қашуға әрекет жасау керек. Қазір міне соған кетіп бара жатыр. Америка дұрыс тамақтану, сол жолға өтіп жатыр барлығы қазір. Потому что уже адамдар байқап жатыр. Аурудың бәрі дәріменен бітпейді. Енді экстренный случайда да біздің медицинаның күші жетпейді. Мысалы, инсульт, инфаркт, олар әбден бару керек реанимацияға. А так бірақ профилактика үшін, ауырмау үшін дұрыс тамақтану, салауатты тұрмыс салтын апару, профилактический медицина заниматься қылу, бұл жерде мысалы қазіргі біздің мынау түркі халықтарының медицинасының ролы өте үлкен. Бірақ бұны біліп істету керек. Білмей істесеңіз, бұның кілтін тауымайсыз. Әр нәрсенің кілті бар ғой. Білместен істесеңіз қирайсыз. Кеше мен өзім закаление болайын деп Қошқардан суына 3 күн шомылдым ғой. 3 күн шомылдым, 3-ші күн температура шығып кетті ғой. Оның да түсетін уақыты, шығатын уақыты мижазы бар. Су қой, Қошқардан суы. Сол үшін мижаз деген нәрсе өте күшті нәрсе, қарау керек. Енді мысалы менің оказывается возрастыма, оның суық, кеше қысып кетті, күн 50 градус болып кетті ғой. Сол үшін мижазға қарау керек. Мижазбенен тірлік қылу керек. Барлықтарыңыз ауырмаңыздар, барлықтарыңызға шын жүректен денсаулық тілейміз. Адамға ең қымбаты денсаулық бар, денсаулыққа қарайық. Рахмет сіздерге.